Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай тойымды, дәмді тағамның жасалу жолын үйренеміз және де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет көкөністер осылар, және бір күн бұрын суға салынған қызыл бұршақ, яғни фасоль керек, ноқат керек болады, және туралған ет. Көкөністерімізді осылай турап аламыз. Помидорды етті қуыру барысында турасақ та болады. Қазанға майды құйып, қызған соң етімізді салып, жақсылап қуырылғанша пісіріп аламыз. Менің арнама әлде жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады, және мен арнамда торттардың, түрлі дәмді тағамдардың рецептісі бар. Қызарып қуырыла бастағанда пияз бен болгар бұрышын салып қуырып алуымыз қажет. Болды-ау деген уақытта сәбізді де салып, бір араластырып қуырып аламыз. Сосын оның үстіне ұсақтап туралған қызанақты, яғни помидорды салып, араластырып, жақсылап барлығы өлгенше қуырып аламыз. Сосын үстіне су құямыз, қайнақ су, салқын су бола береді. Және ноқатымызды оның үстіне саламыз, қызыл фасольді саламыз. Содан кейін бірден үстіне тұзымызды салып, бетін жауып қайнатамыз. Бір қайнаған соң астын азайтып қою қажет. Бір сағат өткеннен кейін мен картопты салдым. Және осы кезде күрішті де жібітіп қойдым. Менде 2,5 сағат қайнағаннан кейін оны басқа ыдысқа ауыстырдым подливін. Сосын май құйып қыздырып, үстіне қайнақ су құйып, күрішті салуға дайындап жатырмын. Содан кейін тұзымызды салып, күрішімізді үстіне саламыз. Күріш бататындай су болу керек. Содан кейін бетін жауып, суы тартылғанша қатты отқа қоямыз. Менде 10 минуттың ішінде су тартылып болды. Әркімде әрқалай болуы мүмкін. Сосын араластырып, газды төмендетіп, яғни төменгі отқа қоямыз. Тағда менде 25-30 минуттай тұрды. Араластырып, ыдысымызға салып алдым. Және подливіміз осы дайын болған подливті күріштің үстіне салып, тарту етсек болады. Мінеки өздеріңіз көріп отырғандай, дәмі де, түрі де күшті тамақ болып шығады. Егер видео көңіліңізден шыққан болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны да басып қойсаңыз болады.